Шеңбер дөңгелектің шекарасы. Шеңбер дөңгелектің қоршалған сызығы. Шеңбердің ортасындағы О нүктесі бұл шеңбердің центрі. Дөңгелек сыртқы қоршауы сызықпен шектелген жазық фигура. Іші боялған болады дөңгелектің, шеңбердің іші бос болады. Дөңгелек барлық нүктелері центрден бірдей қашықтықта орналасады. Демек, балалар, дөңгелек бұл іші боялған жазық фигура. Шеңбер сол дөңгелектің сыртын қоршап тұратын дөңгеленген шекарасы, бұл шеңбер, іші бос болады. Радиус шеңбердің центрін кез келген нүктемен қосатын кесінді, яғни жарты кесінді деуге болады. Диаметр шеңбердің центрінен өтетін және екі нүктені центрге байланыстыратын кесінді. Үш тілде айтып көрейік. Дөңгелек круглый, circle. Шеңбер круг, circle. Радиус, радиус, radius. Диаметр, диаметр, diameter. Бұл құрал циркуль. Шеңбердің диаметрін өлшеп, радиустағы шеңберді салу құралы. Радиусы 2 сантиметр болатын шеңберді сызу үшін циркульдің инесін 0-ге қоямыз. Циркульдің қарындашы бар, қарындашы тұратын ұшын 2 сантиметрге қоямыз. Себебі біз 2 сантиметр радиус шеңбер сызамыз. Шеңбердің центрімен мынау аралықты байланыстырып тұрған бұл радиус. Шеңбердің бір жағындағы радиус 2 сантиметр, олай болса, ол 2 сантиметрді мұндағы бірдей 2 сантиметрге қоссақ 4 сантиметр. Демек, диаметрі 4 сантиметр. Уақыттың өлшем бірліктері 1 минут 60 секунд, 1 сағатта 60 минут бар, 1 жылда 12 ай бар, 1 ғасырда 100 жыл.